Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бұқа бордақла 17-ші күн болып жатыр. Мінекей, бұқа бордақла 17-ші күн, бұқалар сол қалпы деп айта алмаймын. Енді біраз шаруаны істеп қойдық, құрметті достар. Біріншіден міне бір жерді кішкене ашық қойдық. Кішкене бір дауа кіріп, бір жарық түссін деп кішкентай алдырыпшы бір. Сондай істедік. Және де ар жақта бір не болған? Бак. Соны кесіп, дандай бидай салатын қылдырып жасап қойдық қойшым. Айтпесе, мөшекте тұрса, тауықтар бытсын жарат, бытс хайбай сонымен. Тауықтармен алсасын, бытс болып кетеді екесін. Және де мына бентобак деген бәле бар емес па, витамин. Соның екіншісін баса өте жартысына келіп қалдық. 10 күн жейді екен бір бентобакты. Бір 10 килограмм бентобакты 4 бұқа 10 күн жейді екен. Шөптері бұрынғыдай. Жемдерін кішкене көбейттік. Солай жағдай, құрметті достар. Алдында четте тұрған қара бұқа. Алдында бір 2-3 күн су ішпей, жем жемей, тыйылқап, мінекей 4-5 күн ғана болды, қайтадан шөп жеп, жем жеп жатыр, құрметті достар. Осында айта кетсеңіздер, неғып аяқ асты жем жемей, су ішпей қалғанын, ол жағын бізде түсінбей қалдық. 3 күн дейін ма сөйтіп жүрді. Содан кейін ақырындап жеді ғой. Су ішіп әйтеуір. Ал мына қоңыр бұқа, мүйізді Индия дейміз. Аппетит енді жақсы, жеп жатыр әйтеуір, не бұрқыратады. Қара тоқал бұқа. Алдында келгенде кішкене бір семіздеу сияқты еді. Жіңішкеріп қалған сияқты менің ойымша. Бұл не үшін жіңішкереді, құрметті достар? Біз жайлаудан жүрген кезде семіз болып келген мінекей. Қарасаңыздар, көрдіңіздер ма? Жайлаудан семіз болып келіп еді, мына жаққа келіп кішкене арықтап кетті ма? Жота біздің көзімізге сондай болып қалды. Міне қабырғасы көрініп тұр даже. Ол неден екенін айта кетсеңіздер. Бірақ аппетиті жақсы. Бірақ кейде су ішпей қалатын әдеті бар негізі. Ал мына көк бұқаны айтпай қойын, бұл жақсы, өте әдемі. Аппетиті зор, ұрат бәрін қанша берсең жей береді. Солай, құрметті достар. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Алдында көк бұқаның видеосын түсіре алмай қалдым. Бір бұқамен өкіріп бақырып, мына жеріндегі цепті үсіп көтер зат. Мына бір цептер бар емес па? Мына жаққан етілетін байланып тұрғаннан кейін. Соны үзіп кете жаздады. Ал мына 2 мүйізді бұқа бір-бірімен сүзіп қиын болды жота. Бұларды қайтсек болады, сол жағынан да айтып жіберсеңіздер, құрметті достар. Мінекей мына жердегі алдында алып келген шөп бітті. 10 жүктей алып келдік па, 10 күнге жетті ұрауыны. Мына яқтарын бәрін жинастыру керек. Алдында су алып кеп қалаға кетіп қалды да, бір кісіге тастап кеттік та. Алдына бордаққа қораны ағаштармен айтты жауып қоршап тастағанбыз. Сол, құрметті достар. Және де айта кететін жайт, алдында мынаған қанша 3 күндік боқты тиеп едім. Мынаның дөңгелегі жарылды қалды. Ой, дедік. Жүруге кемей қағаннан кейін тракторды шығардық. Енді соған тиеп сонымен шығарып жатырмыз. Құрметті достар, солай жағдай міне. Егерде бір минус анау мынау дұрыс емес жерлері болса, айта жүріңіздер. Жайлаудан сиырлар түсіп апты. Алдында бізде қатты суық болып еді жайлауда. Кәдімгідей минус бұқпыттау мөлшері. Сиырлардың бәрі түсіп апты. Құрметті достар, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.